Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ үлпілдек болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріп, қолдап, лайк, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Комментария жазыңыздар, міндетті түрде сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Және де видеомды сақтап алыңыздар. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Енді ыдысымызға 50 грамм сары майды салып, жылы су және де жылы сүтімізді құйып, құмшекерді салып, бір жұмыртқа саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Дрожжымызды салып, ашытқымызды салып, ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Ұнымызды барлығын салып жібермейміз. Міндетті түрде електен өткен ұн болу керек. Сол кезде жақсы көтерілетін болады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бөлме температурасында тұрған сары майды немесе сұйық май қолдансаңыздар да болады. Осылай үстінен жағып, қолымызбен тағы бір-екі рет басып, араластырып алатын боламыз. Және де бөлме температурасында 1 сағатқа бетін жауып қалдыратын боламыз. 1 сағаттан кейін жақсы көтерілді, көріп тұрғандарыңыздай. Енді дастарханымызға төгіп алатын боламыз. Қолға жабыспайды, бағана май сүргендіктен. Енді қолымыздың көмегімен жайып алатын боламыз. Қатты баспаймыз, жеңіл қолымыздың көмегімен жайып аламыз. Енді бөлме температурасында еріп тұрған сары майды сүртіп, ертіп сүртсеңіздер болады, бірақ бөлген кезде ағып кетуі мүмкін. Сол себепті бөлме температурасында еріп тұрған сары майды қолданғандарыңыз дұрыс. Майымызды барлық жеріне тигізіп, осылай қалыңдау етіп сүртіңіздер. Майымызды сүртіп болғаннан кейін енді құмшекерімізді сеуіп шығатын боламыз. Егерде мак болса мак, немесе жаңғақ, арасына өздеріңіздің қалаған заттарыңызды салсаңыздар болады. Немесе кептірілген жүзім салсаңыздар да бола береді. Үйде бар заттардан дайындадым мен. Менің рецепттерім өте қарапайым, үйде бар заттардан дайындалады. Әрі қолжетімді. Міндетті түрде парақшама тіркеліп алыңыздар. Жоғалтып қоймау үшін қоңырауша белгісін басып, соңғы салған видеоларымды бірінші болып көріңіздер. Енді осылай жіппен жақсылап бөліп аламыз. Видеода көрген шығарсыздар. Домалатып орағаннан кейін жақсылап аралары ашылып кетпеу үшін жабыстырып аламыз. Енді бір жарты сағаттай осылай бетін салафанмен жауып, пакет жауып, демалдырып қоямыз. Енді жұмыртқаның сарысын жақсылап сүртіп аламыз бетіне. Және де 200 градус температурада пісіп шығады. Беті қызарғанша пісірсеңіздер болды. Печкамызға салғаннан кейін енді балымызды ертіп аламыз. Ертіп алып, піскен жұмсақ булочкамыздың ыстық күйінде бетіне жағып, немесе сүртіп шығамыз. Щетканың көмегімен. Осылай құйып шықсаңыздар да болады, қасықтың көмегімен. Өте дәмді болып шығады. Шаймен ішкенге өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер рецептерім ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептер салатын боламын. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп қойыңыздар міндетті түрде.
Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.